Сәлем қыздар, бүгін пиццериядағыдай пиццаға қамыр дайындаймыз. Бізге ол үшін 300 немесе 350 грамм суға 1 ас қасық тұз салып дайындаймыз, жылы су. Менде 4 порция жасау үшін 4 пиццаға қамыр дайындап жатырмын, сондықтан менде мөлшері көп. Сіздер тең жартысына бөліп жасауға болады, азырақ қылып. Бізге 700 грамм ұн, 1 ас қасық дрож, 1 ас қасық қант, бәрін араластырып аламыз. Ұнды електен өткізіп дайындап аламыз алдын ала. Ақырындап араластырып, қамырды жұмсақ етіп илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Енді дайындап жатқан қамырдың үстіне оливковый масладан 2 ас қасық құйып жібереміз. Егер оливковый масла болмаса, обычно сұйық май құюға болады. Илеуін қандырып, жақсылап жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Әбден илеуін қандырамыз. Енді жұмсақ болып қамырымыз дайын болды. Оны салафанмен бетін орап, жылы жерге қойып қоямыз. Ашығанша, көтерілгенше салафанмен орап қоямыз, ауа кірмейтіндей етіп. Қамырымыз дайын. Енді қамырымызды бір жақсылап қайтарып аламыз да, мен жаңа айтқанымдай 4 пиццаға дайындадым. Бөліп аламын 4-ке. Қатты мұжымаймыз, қатты қыспаймыз. Ақырын ғана движениемен жасаймыз. Үстінен азырақ, шамамен 1 чайный ложкадай оливковый масланы бетіне барлық жеріне тигізіп, домалатып, зуала жасап қоямыз. Қатты мұжуға болмайды. Менен 4 зуала шықты, осылай бөліп қойдым. Өте жұмсақ, қайтадан бетін жауып, жылы жерге қоя тұрамыз. Міне, қамырымыз осылай жайып, жұқа етіп, пергаментный бумагаға жайып аламыз, жұқа етіп. Оқтаумен жайсаңыздар да болады, обычно қолмен жаюға да болады. Үстінен соусымызды сеуіп, пиццамызды әрі қарата пісіреміз.